Көшпелі алтын. Сүлеймен пайғамбар дүниеден өткесін, оның қазынасы қараусыз қалады. Асып-ұлы Барқия есімді әулие мұны біліп, жерге көмгенге қара таста жарайды, жұмсағанға алтын жақсы деген. Бұл қазына пақыр міскіндердің, қарып қасерлердің игілігіне айналсын деп дұға етеді. Ұлық Алла оның дұғасын қабыл етіп, Сүлейменнің қазынасын көшпелі алтынға айналдырады. Қазына сынаптай сырғып, кең дала жапан түзде көшіп жүреді. Оған кезіккендер: көшпелі алтынды даладан көрдім, ұстайын деп едім, ұстатпады деп аңыз қылып айтып жүреді екен. Оны білетін ақсақалдар: алтынды қолмен ұстап алу мүмкін емес. Ол алақаннан сусып, саусақтардың арасынан жылыстап ұстатпай кетеді. Бірақ алтын, күміс, інжу, гауһар қанмен келген дүние ғой. Оған кезіккен адам шынашағының қанын тамызсын. Қанмен келген дүние қанға ғана тұрақтайды. Көшпелі алтын сонда ғана қатып, кесекке айналады екен деседі.